Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мына Жан Ахмадиев деген жігіт бір қызық сұрақ қойған екен мына желіде. Бүгін видеосы келді. Біздің мешітте Құран оқылатын бөлмелер бар. Ол не үшін керек? Әлде мен қателесіп жатырмын ба? Мен үлкен қажылықта болдым дейді. Ол жақта Арабияда Құран оқылатын бөлмелер жоқ дейді. Мешіттерде. Неге біздің мешіттерде Құран оқылатын бөлмелер бар? Әлде бұл бизнес па дейді. Әлбетте сен қатты қателесіп отырсың. Өзі қазақта сөз бар. Ажалы келген көк қарға бүркітке тиседі деген. Өзі атың шықпаса жер өрте деген. Қазір адамдар мешіт жайлы сөйлеп жұлдыз болып кетіп жатыр ғой. Мешітке тискенді жақсы көретін болдыңдар ғой. Соңында не дейді? Осыған жауап берсеңдер діни басқарманың құрметсіз қызметкерлері дейді. Енді осы бір кішкене бір қарапайым нәрсеге ғана ақылың жетпей жатқан болса айтайын. Егер Арабияда үлкен қажылықта болған екенсің, мешіттерде Құран оқитын жер жоқ болса, демек олар өздері үйінде Құран оқи алады. Осыған да ақылың жетпеді ма? Бізде мешітте Құран оқитын бөлменің салыну себебі бізде халықтың өте көп деңгейдегісі, көп дәрежеде халық бізде Құран оқи алмайды. Бізде рэперлер, сайқы мазақтар жетеді, бірақ бізде Құран оқитындар жетпейді. Өз Құранын өзі оқи алмайтындар өте көп. Ол осы ғана жауап. Мысалы, сен мешітке келмей ақ қой. Кім шақырды сен мешітке? Үйіңде отыр да Құран оқи берсей? Саған біреу мешітке бар деді ма? Нең бар мешітке бар? Құран оқи аласың ба? Үйіңде отыр да оқи берсей. Ал енді Құран оқи алмайтын қазақтар не істейді? Біз де ата-бабамызға Құран бағыштағымыз келеді. Барамызда Құранға барып, мешітке барып, сол Құран оқитын бөлмеде Құран бағыштаймыз. Осыған ақылың жетпей тұр ма? Жай ғана нәрсеге. Мен имам болдым, қызмет қылдым. Бізде халық жаназа оқи алмайды. Сен, егер туыстарыңнан біреу дүниеден өтетін болса, сен мешіттерге барма сен. Сен имамдарға, сен жаназаға барма, өзің шығар жаназаны. Жаназа оқытқанға да өзі бұл рэперлер бір барып деп ауыздарыңды тойда ашқанда қанша ақша аласыңдар? Әртістер 500 мың миллиондап аласыңдар ғой. Өтірік өлең айтасыңдар тағыдан ау панорамамен. Соған 500 мың, 1 миллион ақша аласыңдар ғой сендер. Молда барып Құдайдан қорқ деп айтқан үшін берген 2000 теңге, 5000 теңгеңді сенің өлген ата-бабаңа Құран оқып бағыштап берген, өзің оқи алмайтын Құранды 5000 берген 10 мың теңгеңді несін әңгіме айтып отырсың оны? Еркек адамның әңгімесі емес қой бұл. Біріншіден. Екіншіден, шынымен қазақтың ақшасын уайымдап отырсың ба? Өткенде негрлер келіп, болмайтын мағынасы жоқ өлең айтқан кезінде миллиондап шашқан ақшаны неге айтпадыңдар? Ана жас қыздар, қазақтың қыздар іш киімін лақтырған кезде неге шығып осылай тұрып жаңағы сөйлемедіңдер? Құдайдан қорықсаңдаршы, мешітте нелерің бар? Жаназаларыңды шығартпаңдар. Айтыңдар көздерің тірілерінде. Молдалар, менің жаназамды шығармай қойыңдар, 5-10 мың теңге алып, өзім туысқандарым шығарып алады деп айтыңдар. Егер шынымен айта алсаңдар. Мен өлгеннен кейін артымнан Құран оқи алмай қойыңдар. Көрш, шақыршы, мен сенің үйіңе қонаққа барайын. Аралап көрекші туысқандарыңды. Қанша проценті Құран оқи алады? Бармасын онда олар мешітке. Сен соларды аралап жүріп Құранын оқып бересің ба? Екеміз кездесейікші мін. Жігітше ғой енді, екеміз бауырымыз ғой, мұсылман бауырымыз. Екеміз кездесейікші. Кездесіп отырып көрекші, сен Құранды сен қаншалықты оқи аласың? Не керегі бар бұндай майда шүйде әңгімелердің ше? Болмаса мешіт, оны видеоға шығып енді интернетте не үшін айтып отырсың мешітті жаман қылып? Мұсылмандар өзі мұсылмансың ба өзі, жоқ әлде сен де тәңіршілдік жолына өтіп кеткен адамсың ба? Нең бар мешітке тиісіп? Құдайдың үйі ғой ол. Одан нең бар, ертең жағыңды қарыстырады ғой Құдай тағала. Кішкене ойланып сөйлесеңіздерші, ағайындар. Сол бір кішкентай болмайтын нәрсеге ақыл жетпей жатқаннан кейін сол Құран оқитын бөлме, ол Құран оқи алмайтын өзіміздің бауырлар барып ата-бабасына Құран
оқытатын жер екеніне бас жетпей жатқаннан кейін одан үлкен іске тірлікке араласудың қажеті де жоқ қой. Енді айтқанымды дұрыс түсінеді деп ойлаймын енді.